Жастық шақты қалай ұзартуға болады? Жапондықтар қалайша ұзақ өмір сүреді? Бәріне сәлем. Сіздермен бірге мен Сымбатты Хелс. Сіз үшін пайдалы болатын біздің каналға жазылып, қолдау білдіруіңізді сұраймын. Алдын ала рахмет. Қазіргі таңда жапондықтардың орташа өмір сүру көрсеткіші 84 жасты құрап отыр. Басқа елдермен салыстырып көрейік. ақш-та орташа жас 79,3, Ресейде 70,5 шамасында. Қазақстанда орташа өмір сүру ұзақтығы 71 жасты көрсетіп отыр. Десек те, ұзақ жасаудың сыры неде? Оның құпиясы қандай? Жапондықтар не себепті ұзақ өмір сүреді? Енді оның сырына үңіліп көрейік. Ең алғашқы себебі жапондықтар қуырылған тамақты көп жемейді. Күншығыс елінің тұрғындары негізінен пісірілген немесе қайнатылған тағамдарды жақсы көреді. Егер қуыратын болса, майды өте аз құяды. Дайын болған тағамдарды кішкентай ыдысқа салып қояды. Біздіңкіндей үлкен ыдысқа, дәу табаққа қою деген атымен жоқ. Үлкен қасықпен тамақ жемейді, немесе ішпейді. Олар кішкентай қасыққа, таяқшалар арқылы жеуге дағдыланған. Екінші себебі олардың сорпасы мүлдем бөлек. Олар сұйық тамақты өте жақсы көреді. Бірақ біздіңкіндей емес. Біздің сорпамызда кесек-кесек ет пен картоп жүреді. Олардың сорпаларына теңіз өнімдері мен балдырлар, әртүрлі шөптер салынады. Айырмашылығы осында. Теңіз өнімдерінде ағзаға қажетті заттар өте көп. Үшіншісі, күріш пен көкөністе пайда бар. Біздің сүйікті гарниріміз не? Картоп пен макарон, тағы басқа көзге үйреніп қалған шикізаттар. Жапондықтар гарнир ретінде күріш пен көкөністі көп таңдайды. Олар тапсырыс берерде соя мен балдырға көп мән береді. Енді ойлаңыз, қайсысы адам ағзасына көбірек пайдалы? Макарон ба, жоқ әлде балдыр ма? Төртінші себебі шай дайындауға көп көңіл бөледі. Жапондықтарда шай дайындаудың 1000 жылдық мәдениеті қалыптасқан. Олар әртүрлі пайдалы қоспалар қосылған көк шайды көбірек ішеді. Олар шайды ұнтақ түрінде пайдаланады. Өздері өсіріп жинайды, және оны сақтаудың да сыры бөлек. Мұндай шай біз ішіп жүрген шайға қарағанда тиімді және сіңімдірек. Бесіншісі, балғын өнімдерді жеген дұрыс. Жапондықтар не жесе де сапалы, балғын тағамдарды жейді. Олар 2-3 немесе 1 апта тоңазытқышта жатқан етті пайдаланбайды. Шартты түрде алғанда жаңа сойылған малдың етін дұрыс көреді. Бірақ ол жақта еттен гөрі басқа тағам дұрысырақ. Мысалы, олар балықты жегісі келсе, ресторандағы кішкентай су астауындағы жүзіп жүрген балықты тікелей өздері көрсетеді. Аспаз клиенттің көз алдында оны сойып, балықты асып немесе буға пісіріп береді. Алтыншысы, аз ішкен пайдалы. Жапондықтар ешқашан тоя тамақ ішпейді. Оларда тамақ ішудің сан ғасырлық өзіндік мәдениеті қалыптасқан. Күншығыс елінің тұрғындарында тамақты түк қалдырмай жеп қою әдеті жоқ. Тәбетің соншалықты ашылып тұрса да, тарелкада кішкентай етіп қалдыру керек. Жетіншісі, дәрігерге жиі бару міндетті. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары қабылдаған міндетті денсаулық сақтау жүйесінен кейін жапондықтардың өмір сүру жасы ұзара бастады десек, артық айтқандық емес. Өйткені қабылдаған заңнан кейін жапондықтар жылына 12 рет дәрігерге барады. Күншығыс елінің тұрғындары бұл талапты бұлжытпай орындайды, және оны қалыпты дағдыға айналдырған. Сегізіншісі, жұмыс істеудің өзгеше әдісі. Қалада немесе ауылда болсын, біз барар жерімізге көлікпен жетуге тырысамыз. Жапонияда адамдардың басым көпшілігі қоғамдық көлікке мінеді. Тіпті жұмысына жаяу баратындар да бар. Қоғамдық көлік жапон халқы үшін күнделікті өмір салты. Күншығыс елі тұрғындарының тіпті жұмыс істеу тәсілі де бөлек. Олар компьютердің алдында отырып емес, кейде түрегеп тұрып та жұмыс істей береді. Тоғызыншысы, тазалық денсаулық кепілі. Күніне 2 рет жуыну жапондықтар үшін қалыпты әдетке айналған. Ол тазалықты білдіреді. Тазалыққа үйренген адамның ағзасына жұқпалы микробтар да жолай қоймайтыны ақиқат. 10-шысы, жаттығу жанды сергітеді. Жапонияда радио бойынша гимнастика деген бағдарлама бар. Оны кез келген азамат орындайды, және оған тұрақты қатысу әдетке айналдырған. Радио фитнес. Жапондықтар үшін салауатты өмір салты. 11-шісі, таза ауа жанға дауа. Күншығыс елінің тұрғындары таза ауада жүргенді жақсы көреді. Үйде отырып тамақ ішу олардың дағдысы емес.
құрметті қонақпен дидарласқанның өзінде оны дұрыстап мейрамханаға шақырады. Әйтпесе тауға шығып дидарласып қайтады. Әрине, ұзақ өмір сүрудің амал тәсілдері көп. Ол ең алдымен өзіңізге байланысты. Бірақ өмірде орын алатын әртүрлі жағдайларда адамның тағдырына әсер етуі ықтимал. Бәріне де сабырмен қарап, кез келген іске мақсатты түрде кіріскен дұрыс. Десек те, адамның ұзақ жасауына байланысты ғалымдар әртүрлі болжамдар айтады. Оның бір жақты рецепті жоқ. Десек те, тағы бір әдіс тәсілін айтқанның артығы болмас. Ең біріншісі, калориясы көп тамаққа тәбетіңізді тыйыңыз. Екіншісі, күн сайын алма жеп тұру керек. Үшіншісі, қайнаған, таза салқын су ішудің пайдасы көп. Төртіншісі, белсенді жұмыс істеген жақсы. Бесінші, күн сайын душ қабылдаңыз. Алтыншы, салқын бөлмеде ұйықтаңыз. Жетіншісі, демалыс күндері жаяу жүріңіз. Немесе 10-15 шақырым велосипед айдаңыз. Сегізіншісі, көңіл күйіңіз әрдайым жоғары болсын. Достарыңызбен болғаныңыз артық. Тоғызыншысы, қартайып келе жатырмын деп еш уақытта ойламаңыз. Жақсы нәрсе туралы жиі ойлаңыз. Зейнетке шықсаңыз да әрдайым сүйікті ісіңізбен айналысыңыз. Осы қағидалардың барлығын ұстансаңыз, сіз де ұзақ өмір сүріп, жас әрі сымбатты көрінесіз. Достар, видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.